Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен дәріхана арнасы. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және осы видеоны толық қарап, таныстарыңызға, достарыңызға бөлісе отырыңыздар. Бүгін сіздермен аяқтағы мүйізгектен, сүйелден қалай құтыламыз деген сұраққа жауап беретін боламын, және де оның емі бар, яғни оны емдейтін дәрі де бар, яғни пластир де бар екенін кейбір кісілер білсе, кейбіреуі білмейді. Сол үшін дәріханада осындай пластир, шелковые пяточки деген, яғни жібек өкше деп аударылады. Қытай елінде жасалған, ішінде 3 дана шөптен жасалған, яғни құрамында шөбі бар және салицил қышқылы бар. Оны қазір толығырақ айтатын боламын. Осы пластир туралы толық ақпарат беретін боламын қазір. Себебі бізде дәріханада осы пластирді көптеген адамдар алады және осыған өте жақсы көмектеседі деп айтып жатады. Отзывтары, яғни нәтижесі жақсы болғандықтан мен сіздермен бөлісе кеткелі отырмын. Қазіргі таңда кейбір адамдарда, яғни үлкен егде жастағы адамдарда, апаларымызда немесе аталарымызда аяқтары бастырмай, жүргізбей ауырады. Яғни өкшеде мүйізгектің кесірінен табан ауырады, жүрген кезде батып ауыратын болады. Сол кезде ол кісілер үй жағдайында кесіп алып тастап жатады. Негізі олай жасауға болмайды. Ол одан сайын микробтар түсіреді, одан сайын асқындыруы мүмкін. Сол себепті кез келген дәріханадан ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз осындай юкан деген пластирді сатып алып, қолданып көріңіздер. Нәтижесін міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Бағасы 600 және 700 теңге көлемінде. Кез келген дәріханадан ала аласыз деп айттым. Ал қолданылуы және не үшін қалай әсер ететіні, қасиеті туралы айтатын болсам, бұл жерде барлығы орыс тілінде, қазақ тілінде мына жерде нұсқаулығы бар, тек ұсақ әріптермен жазылған. Қазір сіздерге қазақшасын аударып беретін боламын. Құрамында алоэ жапырағының сығындысы, салицил қышқылы және қырмызы гүлінің сығындысы және туя сығындысы, туя өсімдігінің сығындысы. Бұлардың ерекше қасиеттері бар. Толық айтатын болсам, салицил қышқылы бұл мүйізгектің жаңағы табандағы сүйелдің беткі қабатын жұмсартып, терісін түсуіне көмектеседі. Алоэ сығындысы теріні ылғалдандырады, нәрлендіреді, тыныштандырады және тағы да бір қасиеті осы мүйізгектің түсуіне көмек береді. Ал қырмызы сығындысының антиоксиданттық және микробқа қарсы қасиеттерінің арқасында тері тегістеліп, қалпына келу процесін жүргізеді. Ал құрамындағы туя сығындысы жоғары фитонцидке ие, яғни бактерияларды, паразиттерді, ұсақ саңырауқұлақтарды өлтіруге қабілетті өсімдік сығындысы. Сонымен қоса теріні сергітеді және қышуды басады. Қолданылуы жөнінде айтатын болсам, ең бірінші, сіз аяғыңызды міндетті түрде жуасыз. Мына жерде табанның суреті көз алдарыңызда. Мен сіздерге арнайы көрсетейін, ашып біреуін. Ең бірінші, аяғыңызды, жаңағы табаныңызды, өкшеңізді жылы суға саласыз, ыстық суға аяқты жұмсартасыз. Жұмсартып болғаннан кейін құрғатып сүртесіз. Сосын қазір ашып көрсететін боламын, ішінде қандай болатыны. Осындай 3 таңбалы пластир. Яғни жаңағы айтқан өсімдіктер, яғни қырмызы, алоэ, туя және салицил қышқылы барлығы мына жерде біріктірілген, мына қызылдың ішінде біріктірілген. Сүйелге сіз осыны жабыстырасыз. Қазір көрсететін боламын. Мына жерде табан болса, яғни адамның табаны болса, жаңағы сүйел сіздің жүрген кезде мына жерде шығуы мүмкін, міне жерде. Немесе саусағының астында, яғни аяқтың, өкшенің, немесе өкшенің өзінде болуы мүмкін. Жаңағы суретте көрсетілгендей, мына жерде суретте көрсетіліп тұр, точкалар, яғни таңбалар. Сол жерге жапсырасыз. Кейбір адамдарда мына жерінде болуы мүмкін. Қалай жапсырамын дейтін адамдарға тағы да айтам, аяғыңызды ең бірінші жылы суға, ыстық суға салып, жұмсартасыз табанда. Жұмсарып болғаннан кейін ғана құрғатып сүртіп, осы бір данасын аласыз. Белгілеген жерлерде
сүйелдер, яғни мүйізгектер бар деген сөз. Соған алып жапсырасыз. Міне алынды. Яғни кешке жатарда жабыстырып қоюыңызға болады. Немесе үйде болған кезде күндіз таңертең кешке дейін 3 сағат пен 24 сағат аралығында осы пластырды сүйелге, мүйізгекке жапсырып қоясыз. Қазір мына жерде тағы да ашып жатырмын. Осыны ашасыз. Ашылғаннан кейін міне қызыл точканы, яғни таңбаны мұнда тұрған жаңағы сүйелдің өзіне жапсырасыз. Мына жерге немесе мына жерге жапсыруға болады. Табаныңызда қай жерде бар, тура көз мөлшерімен қарайсыз да жапсырып қоясыз. Жақсы жабысады, кішкене иісі болады. Иісі бар кішкене, бірақ өте төзімді. Осылайынан жапсырып табаныңызға тағы да шұлық киіп алсаңыз да болады. 3 сағат пен 24 сағат аралығында қолданасыз. Түсіп қалмау керек. Бұл жаңағы сүйеліңізді жұмсартады. Сосын ол сүйел ақ неге айналады. Ағарып, өзі біліне бастайды. Түсер кезде жұмсарады. Егер жұмсарған кезде, түсетіні көрінген кезде сіз алып тастайсыз. Жаңа қайшының немесе косметикалық заттардың көмегімен, арнайы қайшылармен. Және де егер біріншісі көмектеспей жатқан кезде, екіншісін қосымша алғаннан соң, бір күн өткен соң тағы да жапсырып қоюыңызға болады. Яғни өте қатты, ұзақ жүріп қалған сүйелдер болса, ұзақ болатын, көп күн жүрген, бірнеше ай, бірнеше жылдап жүрген сүйел болса, онда 2-3-еуін қатар-қатарынан қолданып жерсеңіздер болады. Міне достар, осылай, осы жаңағы пластырды осылай жапсырып қолданасыздар. Өте жақсы әсер етеді. Бүгінгі тақырып сіз үшін өте қызықты әрі пайдалы болатын болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз және таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.